Ассалаумағалейкум достар. Міне біздің онлайн курсымыз басталуда. Осы курсты алып сенім артқаныңызға өте қуаныштымын. Енді міне бүгін 2 килограмм өзбекский палау пісіреміз. Осы 2 килограмм палауға осы барлық ингредиенттерді сізге таныстырып өтем. Енді күнде мен парақшамда айтып жүрмін ғой, жалпы сары сәбізден, мысалы сары сәбіз 2 килограммға, мысалы мына жерде менде 2,5 килограмм бар. Канан турап көрсетіп жіберемін сізге қалай турау керек екенін. Жалпы мынандай осындай болып солонкамен, осындай қалыңдығы осындай болу керек қой, міне примерно шамамен. Сосын ал мынау примерно бір 500-600 грамм әдемілікке осындай қылып уақтап турадым. Қызыл сәбізден, сары сәбіз 2,5 килограмм, қызыл сәбіз 500-600 грамм. Сосын жуа бізде примерно 200 грамм. 1 килограмм палауға 100 грамм ғой, бізге бүгін 2 килограмм болғасын 200 грамм. Сосын кішміш, мынандай кішміштер. Любой тоғандай суховарок сататын жерге барсаңыз, палауға қандай салуға болады десеңіз, өздері айтады. Мысалы мен осындай салам, мынандай талшықтары бар, дәмді. Одан мен килограммына 50 грамм, 2 килограммға 100 грамм кетеді. Так, сосын келесі сарымсақтар. Сарымсақ, мына ащы бұрыштар по вкусу, енді өзіңізге ұнаса қосуға болады. Былай енді фантазияға қарай жайлап қоса берсеңіз болады. Негізінде ташкентский палауға ащы бұрыш пен чеснок қоспайды дейді, бірақ мен өзіме ұнайды, сол үшін каждый килограммға бір осы пучок и каждый килограммға осындай бір ащы бұрыштан да оны қалай қолдану керекін көрсем. Сосын менде уже алдын ала міне суда тұрған ноқат. Ол деген менде егер сухой түрде болса килограммына 50 грамм кетеді. Ал замоченный болып тұрса 100 грамм. Енді мен кезінде көп қылып өзім суға салып қойып, холодильникке салып қойғанмын. Сол холодильникте тұрғанда уже замоченный виде 100 граммнан есептей бересің да. Сондықтан мына жақта 200 грамм бар. Ал былай сіз магазиннен алсаңыз, базардан, ол жерде 50 грамм есептеп, мысалы 200 граммға, 2 килограмм палауға 100 грамм аласыз, соны суға салып қоясыз түнде. Сосын уже палауға қолдана беруге болады. Ал егер сізде ұмытып кеткен болсаңыз, палау пісіріп отырған кезде алдын ала 1 сағат жарымдай суға қайнатып алсаңыз, ол да піседі. Сосын дальше уже зирвакқа салып пісіресіз. Енді келесі очередь ет. Міне мына жерде сиыр еті. Сиыр еті менде примерно бір 3 килограмм, сүйекпен қосқанда 3 килограмм ет бар. Енді оны біз өйстіп уақтап дегенде, енді бізге қатты үлкен кусоктарға керек емес, қазанымызға қарай шамамен примерно осындай қылып істеу керек та. Сол енді оны бірақ алдын алада тұздаған жақсы. Мариновать етіп қойып, кішкене тұзы сіңгенде жақсы болады да. Енді оны істемесеңіз де болады, істесеңіз жақсы. Міне бірінші бүйтіп табаға салып аласыз, бүйтіп. Сосын бүйтіп салып қоясыз бір слоймен. Қазір бөліп алайық. Керек жерлерін бізге. Айта кетейін, жалпы сиырдың етінің мына артқы аяғын алу керек, задок дейді ғой орысша. Сондай жерлері әдемі болады палауға. Астына салам, қандай жер болған жақсы екен. Задок деп айтады, жалпы продавецтер өзі біледі, задок деп айтсаңыз. Осылай, егер үйде кішкентай қазанға істеген кезде кусоктарыңыз үлкен болып кетсе, ол піспей қалуы мүмкін да. Сондықтан ондай қатты бүйтіп үлкен қылып керек емес, орташа қылу керек. Міне уже бір слой болды. Тағы да бір тұздап жібереміз. Сәл-пәл. И ет слишком құрғақта болмаған жақсы. Ет деген кішкене майымен араласқан болса, вообще әдемі болады. Май жалпы күшті осындай майлар болса,
әдемі дәмдірек болады да палау. Тұтап шықтық. Сосын сиырдың өзінің майы. Осы май айттым ғой жаңа, май болған көп болған жақсы деп. Сондықтан майды да ұмытпаймыз. Мынау енді жілігі. Қазір көреміз оны қалай салатымызды. Сосын біз палауды қандай майға пісіреміз? Мен жалпы көп айта бермеймін негізінде. Бірақ қазір сол секретпен бөлісіп жатырмын. Бұлай, мынау негізінде базарларда жылқы сататын адамдар болады, ол етті, жылқының етін. Соларда болады осындай өздерінің жылқының майын өздері тоғандай тапет етіп сатады. Мынау мысалы 0,5 2000 теңгеге алдым. Осы жылқының майына пісірсеңіз, палауыңыз вообще ерекше болады. Бүгін енді осыған пісіреміз, бұйыртса қазір көрсетсем. Сосын сиырдың етінің қасына біз деген осындай қойдың сүбесін саламыз, сүбе. Ол өте дәмді, өте керемет дәм береді жалпы. Оны сіз үйде өзіңіз жасап көрсеңіз болады, оны кішкене тұздап жібереміз бүйтіп. Сіз өзіңіз енді жаңағындай қызыл бұрыш, қара бұрыш, зира сондайлармен де қолданып жүрсеңіз болады. Былай енді мен тек тұздаймын. Сосын оны бүйтіп рулет қылып ораймыз. Сосын мынаны байлаған дұрыс болады өйстіп. Былай лақтырып жағаннан қазанға. Кәдімгі үйдегі қалыңдау жіппен қолдана берсеңіз болады. Піскеннен кейін жіпті лақтырып тастайсыз. Сосын қазір тағы да барлығын бір түсіндіріп айтып жіберемін. Енді мынау бірінші курсым болғасын, пока қобалжу бар енді, кешіріп қойыңыз. Бірақ максимально барлығын айтуға тырысамын. Жалпы сиыр етінің қасына қойдың етін араластырсаңыз, палауыңыз дәмді болады вообще. 50-де 50 болған жақсы болады да. Тек қана сиырдың етіне жасағаннан көрі. Егер сиырдың бір сухой еттерінен жасасаңыз, палауыңыз ондай қатты дәмді болмайды. Осындай майлы жерінен майын араластырып, әртүрлі малдардың майын араластырсаңыз, сол кезде керемет болады да. Сондықтан палау деген ол тек үйдегі бар затпен пісіре салатын зат емес, ол деген кәдімгідей дайындалып, ертерек базарға барып, жаңағындай свежий малдың етін алып, міне көрдіңіз ғой. Сондықтан ерінбей, егер палауыңыз күшті болып шыққанын қаласаңыз, базарға барасыз, барлығын дұрыстап таңдап аласыз. Сиыр етін свежий задогынан деп, артқы аяғынан деп та, маймен құрттай. Морковь таңдап свежий. Морковьты айтпақшы, морковь турап көрсетіп жіберейін. Морковь турағанда бүйтеміз. Енді бізге деген айттым ғой, осындай соломка сияқты болу керек қой. Сондықтан былай аламыз, міне. Былай қапталмен ұзыннан бірінші былай пластинка қылып кесеміз. Міне кесілді. И осының бәрін жинап, бізге енді ұзындау керек қой. Ұзындау болу үшін кішкене былай қиғаштан алып, бүйтіп кесе береміз. Міне, осындай әдемілеп соломка қылып тураймыз. Дайын. Так, тағы да барлығын қайталап бір өтіп кетейін. Міне, майдан бастаймыз. Жылқының майы, оны базарда жылқы сататын адамдарына аласыз. 2000 теңге тұрады 0,5. Сары сәбіз бізде 2,5 килограмм. Оранжевый қызыл сәбізден 500-600 грамм. Общий 3 килограмм общий. Жуа 200 грамм. Кішміш 100 грамм. 2 чеснок. 2 ащы бұрыш.
200 грамм ноқат, суда тұрған 3 килограмм сиыр еті және қасында қойдың сүбесі. Енді тағы ұмытып баратырмын. Қасына біз осындай құйрық май бар. Құйрық майды да аламыз осылай. Оны зирбактың бетіне әдемілеп тураймыз уақыт қылып та міне. Майды біз деген килограммына 200 грамм май. Мына жылқының майы бар ғой, 200 грамм килограммна қолданғанда бүгін бізге 400 грамм керек. Мынаның бәрін қоймаймын мен, құрттай алып қаламын. А то слишком майлы болып кетуі мүмкін да, себебі малдың майлары бар, құйрық май салып жатырмын. Соның барлығы майлы болады. Егер палауыңыз дәмді болған қаласаңыз, осылардың барлығына мән берсеңіз, палауыңыз керемет әдемі болып шығады. Қонақтарыңыздан қалдырасыз. Былай үйдегі затпен тек қалай болса солай жасай қойсаңыз, ол деген өйтіп ойдағыдай болмайды да. Сондықтан мына ингредиенттерге мән беру керек, потому что ол маңызды да, ингредиенттерге қарау керек. Сондықтан эксперимент жасау керек, сосын қорықпай. Өзіңіз интернеттен көргендеріңіз болса, жаңағындай болады ғой, әртүрлі бір көріп қалсаңыз бір жерден де. Бізге осы құйрық май болады. Мынаны алып қаламын. Болды, енді қазанға кеттік. Жалпы айта кетейін, осы газ негізінде сіздің газыңызда, отыңызда мощный болу керек, мына қазанға сай. Мысалы, мына қазанға мына от әдемі болып жанып тұр да. Слабый болмау керек, слабый. Слабый болса сіздің тамағыңыз піспей қалуы мүмкін. Міне қазір настройка жасайын. Қазанға салдық. Алғашқы очередте міне май, жылқының майы. Мақта 500 грамм, бізге 400 керек. Бисмиллах. Міне 400 грамм май қойдым. Енді қызғанын күтеміз. Майымыз қызуда, түтеп уже осындай түтеп сізге сигнал береді. Осы жерде, мысалы, былай тексеруге болады. Жуа лақтырамыз. Жуа осылай сразу қызып, жақсы қуырылып жатса, значит, бізде май уже қызды деген сөз, жақсы, нормально да. Бірақ оның өзі кішкене қазіргі уақытта жуаны сразу қарайтқан жоқ. Сразу қызарту керек та, ол кішкене мен тағы да ұстаймын сондықтан. Мына майдың қызғаны өте маңызды. Себебі дұрыс қыздырмай ет салып жіберетін болсақ, біздің етіміз қуырылмай суын шығарып, қайнатып кетеді да. Сондықтан осыған мән береміз. Өйстіп жуа лақтырып көреміз. Тағы да кішкенеден кейін мен өйстіп жуа лақтырам. Сол жуаны көреміз. Сосын менде деген үйде өзімнің сатып алған осы приборым бар. Мынау мысалы 260-қа дейін барып тұр. Уже нормально, 260 деген нормально, 280-ге дейін көтереді негізінде. Бірақ үй жағдайында мынау уже болады. Сондықтан жуанды да тағы салып тексерейік бір рет. Хоп. О, көрдіңіз ғой да, жуаны кәдімгідей күшті қылып қуырып жатыр да, резко. Сондықтан получается бізде май жақсы қызды деген сөз. Көреміз, қара, резко уже қызарып жатыр. Сондықтан уже бізге майды, етімізді сала беруге болады. Бисмилля. Етімізді салдық, жайлап, осылай араластырамыз. Етті очень қызарту керек, кішкене қуырылу керек. Бізде қазанымыз осындай шұңғыл болғасын, кішкене ұзақ уақыттау алады қуыруға. Әдемі қызарған форма алу керек. Біз мысалы мана етті алдына тұздадық қой. Сондықтан біз осы жерде тұздамаймыз. Егер сіз тұздамаған болсаңыз, уже мына жерде по вкусу тұздау керек еттің өзін.
О, ет әдемі қызарып жатыр. Аударып қызартып қуырамыз жан жақтарынан. Енді осы жерде жуамыз салып жіберуге болады. Ендігі очередь жуаны дұрыстап қызартып қуырамыз. Майдардың арасын салып, еттердің арасымен жуаның қуырылғанын күтеміз. Жуа астында өзі қуырыла берсін. Уақ күшті шығып тұр. Біздің жуамыз астында қуырылды. Енді сәбіз бірінші кетеді. Тегістейміз. Келесі очередь ноқат. Оның үстін қызыл сәбізбен жаламыз. Жаптық. Бас жібереміз. Күрішпен жұмыс жасағанда ыңғайлы болу үшін бас жібереміз. И осы моментте тұздаған жақсы. Себебі кішмішке тұз тимеген жалпы абзалда. Мысалы, мен бір килограмм күрішке осындай бір уыс қолданамын ғой. Бізге енді осы жерде екеуін салсақ болады. Пока что. Сосын дальше бойынша жербақ дайын болған кезде дәмін көреміз. Егер сол кезде керек болса саламыз, керек емес болса салмаймыз. Кішміш. Мана құйрық майымыз. Сочный. Мощный ойнап тұр палау бұйыртса. Чеснок. Енді қараңыз. Енді осы моментте көп адам шатасады. Сумен қара. Енді мен сізге түсінікті болу үшін 1,5 литрлік баклажкаға су қойдым. Енді осыны құям. Бисмилля. Құйдым. Көреміз. Мен де мысалы обычно көз өлшемеймін. Сіз үшін мысалы қазір баклажка алдым. Енді құйып жатырмын. Уже қара. Неше кетті? Жартысы қалды. Примерно 700 граммдай кетті, да? Құямыз. Көреміз, күтеміз, кішкене су астына түссін. Пока что мынандай қалды. Осылай кепкірмен қапталындағы суды қараймыз. Су әлі керек. Себебі мен егер өлшемейтін болсам, суды примерно шамамен мына осы деңгей тұр ғой, маркаптың деңгейі, содан сәл төменде қылу керекпін ғой. Получается, әлі құям. Сосын ол деген сәбіздің суы шығады, сөйтіп, в общем, балансқа түседі ғой. Пока көреміз, қазір кішкене қылсын, шығыс көтерілсін су бері қарай. Әлі көтерілмей жатыр. Осы полторашканы бәрі кетеді сияқты ғой, даже больше чуть-чуть. Міне, 1,5 литр су ровно кетті. Қазір көреміз енді дальше. От сол баяғы қатты отта тұр. Су жайлап көрініп бастады шет жағынан, міне көріңіз ғой да. Негізінде маған су деген примерно осы жерге керек қой, тағы да құю керек. Сәл. Бұттай тамыз жүйрігі болады. Төбінде тұр. Тамыздым. Осымен болды ау. Көтерілді. Енді осы сәтте
біз судың қайнағанын күтеміз. Су қайнайды, бұрқылдайды ғой, бұрқылдап қайнап бастайды. Содан бастап жайлап орташа от қыламыз, оттың орташа қылып, сосын 1 сағат ровно ұстаймыз, 1 сағат. Дәл осы сәтте күрішке кірісеміз, сразу күрішке кірісеміз, ұмытып кетпеңіз, өте маңызды. Күрішке кірісеміз, қазір оны түсіремін. Жалпы лазерді айта кеткен кезде де міне осылай сатып алатын кезде осылай бүйтіп қарап, егер сынықтары көп болатын болса, алмаған жақсы. Сосын светі кішкене аппақ болмау керек, сәл сұр болу керек, сұрлау. Сондықтан осыған мән бересіз. Базарға барған кезде көбінесе барлығы бірдей болу керек. 90% бірдей болса жақсы. Сосын түсі қоңыр болу керек, сұрлау, темныйлау кішкене. Аппақ болса ол болмайды. Жалпы мына күріш деген бөлінеді ғой екіге. Новый урожай, старый урожай деп та, бізге жалпы старый урожай керек. Старый урожай бар деп сұрасаңыз да болады. Сатушыдан да. Жалпы күрішті таңдау әдісі енді осы. Лазер күріш қой, енді біздің основной істейтін. Үйсіп, алып, жайлап, су құйып, өйтіп кішкене өйтіп. Қалалардың бәріне су баратындай қылып шаю керек. 3 рет шаямыз. Біріншісі кетті. Күріш сосын жалпы осылай обязательно істеу керек. Себебі енді менің методым астында бізде қалған зирвактан қалған суымен дальше пісіру ғой. Егер ол кезде тағы да су керек болса, құрттай құйып жібереміз да. Сондықтан 1 сағатқа қою обязательно. Соны ұмытпай істеңіз. Кейбір адамдар бар, ол істемейді ондайды, тек жаңағындай пісіретін кезде, күріш салатын кезде тек сразу алады да, күрішті жуады да, күріш салып жібереді. Сосын бірақ қазанның ішіне қайнаған су құйып, су тартып, қайнатып пісіреді. Мына біздің кезімізде, қазіргі істеп жатқан уақытта менің методым кішкене басқашалау енді. Маған өзі үйреткен өзбек повар, дәл осы методты сізге көрсетіп отырғаным. Ары қарай енді болашақта өзіңіздің қолыңыз үйренген кезде өзіңіз қалағаныңызша жасай бересіз ғой. Күріш жалпы көп тұрып қалмау керек суда. 40 минут, минимум 40 минут, максимум 2 сағатқа дейін тұра алады. Оны бір ютубта бір повардың айтқан әңгімесі. Мен өйтіп 2 сағатқа дейін ұстап көрген жоқпын, бірақ сол айту бойынша минимум 40 минут, максимум 2 сағат. Осылай күрішті дұрыстап жуып 1 сағатқа қоямыз. Қарап отырсаң жалпы оңай, бірақ оңай болғанмен де оны қол үйретпесеңіз ол шықпайды. Сондықтан ерінбей айына 1 рет болсын, 1 рет палау үйісіп 2 килограмм пісіріп тұрсаңыз, ол өте жақсы болады. Егер күріш лас болып тұрса, слишком асықпай уақытыңыз болса, 3-4 рет жуа беріңдер, 4-5 рет болса да. Арасында болады, тамақ пісіріп жүрген кезде ұмытып кетесің күріш салуға. Сондықтан соның барлығына мән беріп, ұмытпай күрішті жуып, суға салып қоюға ұмытпаңыз. Үйден үйсіп, пісіріп, қол үйретсеңіз, жайлап болашақта уже қазанға да шығып кетуге болады, далалыққа. Сондықтан осылай бастап қол үйрете беріңіз, қорықпай. Главное, қорықпаңыз. Сосын жаңағы ингредиенттердің барлығын ерінбей барып алыңыз, базарға барып, дұрыстап таңдап, жас малдың етін, особенно жақсы пісіп, былық пісетін дейді. Суды толтырған кезде бататындай қылып толтыру керек күрішті. Бүйтіп кәдімгідей үстіне батып тұратындай, аты су тартады ғой. Су азайып қалмасын да, аямай, үстіне мынандай осындай слойдай тұрсын, көбірек болып. Аямаңыз суды. Осылай 1 сағатқа қоямыз. Біздің зирвагымыз қайнап бастады, көрдіңіз ғой міне. Қайнап бастады. Енді
Осы жерде қатты қайнаған күтеміз, кішкене жан-жақтарынан барлық жағынан қайнаған күтеміз. Содан кейін орташа отта жайлап 1 сағат қайнайтындай қыламыз. Все, 1 сағаттан кейін кесеміз. Осы. Ал біздің зирвағымыз дайын. 1 сағат өтті. Ыдысты аламыз. Ровно 1 сағат өтті. Бізге чеснок уже керек емес. Қызыл бұрыштар да керек емес. Оны тек енді подачада қолданамыз. Міне қапталдарында осындай су бар әлі. Жалпы общий зирвақтың ішінде су барды. Жайлап тегістейміз. Дәмін қарауға ұмытпаймыз. Дәмін қайнап атқан жерден алу керек, судың. Бисмилля. Тұзы деген кәдімгі пересолен болып әдемі болып тұр. Себебі мана етімізде тұздалды, өзде тұздалды, зирвақ тұздадық. Тұз деген идеальный. Енді күрішімізді саламыз. Күрішімізді салдық. Тегістейміз. Отын бердім. Бүйтіп қараған кезде су уже шығып жатыр, мына жерден қарауға білуге болады да, қаншаға су бар екен. Бүйтіп ашқан кезде су көріну керек қой. Егер ар жағында су аз болып тұрған болса, уже ыстық су құямыз. Бізге әзіршеге осы болады. Енді осыны 10 минутқа жауып қоямыз табақпен. Жалпы желательно үлкендеу табақ керек. Полный жауып тұратын да. Жаптық. И 10 минутқа дәл осындай отта ұстаймыз. Астын енді мен почти что полныйға қойдым. Ал 10 минут өтті. Астын мана бастым, жайлап 8 минут. 8 минут өткеннен кейін сәл бастым. Енді ашамыз. Ойлаймыз осы жерде бұлға қолымызды күйдіре алмау үшін кішкене бұғын шығарып алу керек. Осылай бір жаққа жинаймыз бірінші. Күріш жалпы уже жақсы 10 минуттың ішінде ұсталды. Өзінің формасын алды да, қатып жақсы пісіп отыр. Бір жаққа бәрін жинаймыз. Өйстіп астына кепкірі тығамыз. Бізде су бар әлі. Жеткілікті. Су көріп тұрғанда көрдіңіз ғой суды. Сосын былай араластырамыз. Жалпы жақсы араластыру тоже бір күрішті шашпап алуға себеп болады да жақсы. Сондықтан өйстіп дұрыстап араластырамыз.
өйстіп араластырып жібереміз жақсылап. Күрішті қарасаңыз, мысалы да, осы жерде көрсетейін. Уже, мысалы қара, формаларын алып жақсы болып, уже шашпа болып тұрды, почти. Бірақ әдетілікті емес, енді ол әлі пісіру керек бұйыртса. Әлі жарты сағат піседі ғой. 15 минут орташа отта, 15 минут жай отта. Осылай әдемілеп ортаға тауып аламыз. Күріштерін бәрін жинап, шашпай. Осылай жабамыз. Енді орташа отта 15 минут ұстаймыз. Осы жерде орташа от маңызды. Қатты қылып жібермеңіз, жай қылып жібермеңіз. Себебі жай қылып жіберсеңіз де болмайды. Ол тона беретін буын алмай қалады да, чтобы күріш дұрыс пісу үшін. Сондықтан орташа қыламыз.